Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Вагнер соңғы кезде ресми тәрбие көрген әскерилерінің бәрінен айырылып қалғандығын ашық жариялап отыр. Дәл қазіргі Вагнердің құрамында болып соғысып жатқандардың барлығы кезінде тұтас Ресей құрамындағы неше түрлі ауыр жазаға тартылған, өлімге үкіметілген, мәңгі бақиға сотталған, 20 жыл 30 жылға сотталған қылмыскерлер еді. Кісі өлтірген, өрт қойған, бала зорлаған, небір адам аузы бармайтын зұлымдарды істеген осы қылмыскерлерді Вагнер ресми түрде түрмелерден жинап алған болатын. Білесіздер, Вагнер тікеден тіке Путинға бағынатын әлемдік халықаралық деңгейдегі қылмыстық топ. Бұл қылмыстық топ Сирияда арабтарға білгенін істеген. Және бұл қылмыстық топ бүкіл Шығыс Еуропа, Латын Америкасы сияқты елдерде бұлар қару-жарақ, есірткі, жезөкше, адам ағзасы саудасы, неше түрлі осы сияқты қылмыстарменен айналысады. Бұны жұрттың барлығы біледі. Енді осы Вагнер қылмыстық жалдамалы әскери тобы Украин жерінде шабуылға шығатын кезінде қорғаныс армиясының олар шабуылға шыққанда төбесінен зеңбіректермен және қанатты зымырандармен атқылап олардың кобр қылу. Яғни олар шабуылға шыққанда оларды қорғаштау стратегиялық ісінен бас тартып жатқандығын айтады. Яғни Вагнер шабуылға шыққанда Ресей қорғаныс армиясы оларды қорғамайды. Вагнер өз бетінше шабуылға шығады, барады да украиндердің тұтасымен интернетке, спутникке жалғанған, жасанды ақыл парасатпен меңгеріліп отырылатын жеңіл типтегі қаруларының құрбаны болып шыға келеді. Міне осы мәселенің өзі соңғы кезде батыс ақпаратын кәдімгідей шулатып отыр. Яғни енді тіпті Вагнердің өзі енді осы Украиндегі соғысты қоямыз-ау. Украиндегі соғысты қойып, ары қарай Африкаға барып, Африкада алтын кен қазумен айналсамыз ба деген әңгімені ашық айта бастады. Бұл бірінші. Вагнер ақшаны Путиннен алады. Олар соғысып, адамдарды өлімге айдап салғанымен, олардың есеп шоттары Путин төлеген ақшаға толып тұрғаны тағы белгілі. Бұл жерде қып-қызыл бизнес жүріп жатқанын, бұл соғыста адамдар өліп, аналар ұлдарынан айырылып, әйелдер жарларынан айырылып жатқан мына соғыста, балалар әкесінен айырылып жатқан соғыста, Путин мен Вагнер жендеттік қылмыскер қарақшы топ ортасында бизнес жүріп жатқанын жұртқа айту керекпіз. Қазір кеше ғана Бахмуттағы шайқаста Ресейдің армиясы өзінің әлсіздік тұстарын білдіріп қойды. Біріншіден, Англияның қорғаныс министрлігі таратқан ресми ақпаратқа қарасақ, Ресей әскерилері, мейлі оның құрамында Вагнер болсын, шабуылда қатты әлсіреген. Олар бұрынғыдай құтырына шабуылдағанды тоқтатып, енді жай асықпай қорғануға қарай көшкен. Бұның бірі Ресейдің қару-жарағының азайғандығының белгісі. Екіншісі, Вагнер мен Ресей ресми армиясы ортасындағы қайшылықтың белгісі. Үшіншісі, Украина армиясы спутникпен, жасанды жер серігімен, интернетпен және жасанды ақыл парасатпен басқарылатын осындай өте шебер орналастырылған соғыс жүйесін әбден жаттығып, Ресейдің қылт еткенін қағып алып отыр. Қазір Ресейдің армиясы тіпті аттап басса төбесінен дрондар келіп, Ресейдің армиясы қазір Бахмутта да басқа жерде де бір қадам алдыға жылжи алмай отыр. Және өстіп отырған тұста, осыдан бірнеше күн бұрын Зеленскийдің аяқ астынан Бахмутта пайда болуы, оның сол жай қарапайым әскерилер қатарында кофеге кезекке тұрғаны сияқты бұндай саяси шоу Ресейдің медиасының өзін таңырқатып отыр. Әдетте Зеленский туралы тек теріс хабар айтатын Ресейдің саяси шолушылары біздің анау ажал тас жолы деген тас жолымыз қайда? Бұғанға дейін Бахмутқа бірде-бір Украин келе алмайды. Біз сызып қойған сызықтан аса алмайды. Біздің Бахмуттағы қорғаныс сызығымыз өте мықты деген сөзіміз қайда қалды деп Ресейдің есерсоқ саяси сарапшыларының өзі ауыздары аңқайып отыр. Ал Бахмутқа пайда болған Зеленский осы арқылы
Ресейдің жүйкесіне тиіп отыр. Және ол өте бір қарапайымдылықпен саяси шоуды, әртістікті керемет жасап жіберді. Анығында оның кофеге кезекке тұруының да керегі жоқ еді. Бірақ бұның барлығы саяси тактика, бұның барлығы әскерилерге берілген үлкен жігер. Ол Зеленскиймен селфиге, фотоға түскен әскерилер бірінен кейін бір фотоға түсіп, оның барлығы қазір батыстың желісінде де, Ресейдің желісінде де бұл бір таңғажайып әңгіме болып, әдемі талқыға түсіп жатыр. Шынында да Бахмуттағы соғыста кеше Англия қорғаныс министрлігі таратқан ақпаратқа сенсек, Украина армиясы Ресейдің 2 кедергі толқын тарататын радиостанциясын құртып жіберді. Көп жұрт түсінбесе керек, бұл кедергі толқын тарататын радиостанциясы дегеніміз кәдімгі интернетке қарсы кедергі толқын таратады. Және бұл өзара хабарласуға қарсы кедергі толқын таратады, спутниктік байланыстарға қарсы кедергі толқын таратады, дрондардың, немесе әскери ұшақтардың жаңағы құпия кодтарын біліп алып, оларды басқа бағытқа ұшырып жібере алады. Осындай радиостанциясын жаңағы Украина құртып жіберді. Украиндердің Ресейдің 2 құпия кедергі толқын тарататын әскери станцияларын құртып жіберуі, бұл Ресей өздерінше әскери технологияда біз озықпыз деп сеніп отырған ең сенімді қаруынан айырып тастағандай болды. Осы 2 әскери станциясынан айырылған Ресейдің жоғарғы дәрежелі мамандары қазір не істерлерін білмей бармақтарын шайнап отыр. Және 2 әскери басқару орталығын құртты. Сонымен қатар бірнеше әскери бөліктерді, яғни армиялық ұйымдарды шабуылдың астына алды. Олардың дені дерлік қырылып қалды деген ақпарат ресми жарияланып отыр. Ал Украинаның бұл соғыстағы тәжірибесі тағы да арта түскені соншалық, енді олар халықаралық еріктілерді ресми түрде өздеріне қоспақшы. Бұл туралы Украина тарап қазір әлеуметтік желіде үлкен талқы жүргізіп жатыр. Яғни халықаралық еріктілер деген не? Батыстың қаруларын қолдануды білетін ресми мамандары болатын болса, енді Украинаға еріктілер ретінде келуіне болады. F-16-ны Еуропа береміз деп отыр. Америкадан сонша сұрап ала алмаған F-16-ны енді Еуропа бермекші. Ал F-16 Украинаның қолына тиетін болса, бұл соғыс ұшақтары, ағылшынша айтқанда fighter jеттер. Бұл fighter jet Украинаның қолына тиетін болса, онда Ресейдің қалы тіпті де мүшкіл бола түспек. Қазіргі біздің соғыс туралы айтатын ақпаратымыз осы. Ал Қытай туралы айтайық. Си Цзиньпин өзінің ең басты қарсыласы деп білетін Лю Яжуды қатаң жазаға кесті. Лю Яжу тұтқында болғанына да бірнеше жыл болған болатын. Бірақ Лю Яжудың барар жері, соңғы жазасы не болатын туралы қазірше ешқандай бір ашық ақпарат болмаған болатын.